Бельгияда қазақ тіліне сұраныс күннен күнге артып келеді. Қазақша хат танып қана қоймай, бай тілді терең зерттегісі келетіндердің қазір қарасы мол. Көпшіліктің ынтақласын ескеріп, еліміздің Бельгиядағы елшілігі 6 ай бұрын қазақ мәдени орталығын ашқан еді. Сол орталықта қазір қазақстандық балғындар мен шетелдіктер қазақ тілін үйреніп жүр. Бұл Брюссельдегі ағылшын-француз мектептерінде оқитын қазақстандық балғындар. Ата-анасының жұмыс бабымен осында қоныс аударған балақайлар өз тілін ұмытпас үшін әр жексенбі ана тілі сабағына қатысады. Бельгиялық Марк екі қызымен осы орталықта қазақша үйреніп жүр. Мен атым Марк, мен Бельгиядам. Менің жұбайым қазақ болғандықтан, оның отбасы мүшелерімен, ел халқымен қазақша сөйлескім келеді. Қазақ тілін білу мен үшін өте маңызды. Тілді білсең, елдің тыныс тіршілігін, мәдениетін жақынырақ танисың. Қазақтың мәдениеті мен тарихына терең бойлағысы келетіндердің бірі Людовик Контан. Француз жігіті қазақ тілі курсына қатысқан 2 ай ішінде әжептәуір тіл сындырған. Брюссельде оқитын астаналық жастармен достасып, өзара қазақша сөйлесуге тырысып жүр. Танысқаныма қуаныштымын. Менің Францияданмын. Мен 28 жастамын. Мен бешбармак, шеборсак, Қазақстанда өте жақсы көремін. Димаштың Бельгиядағы жанкүйерлері де сабақтан қалмайды. Кумирлерімен сырласу үшін қазақшаны еркін меңгерсек дейді. Бельгиялықтар асырап алған қазақстандық балғындар да өз ана тілін, салт дәстүрін терең білуге құштар. Хакім Абайдың өмірі, шығармашылығымен танысқан шетелдіктер ақынның тілінде еркін сөйлеуді армандайды. Брюссельдегі қазақ тілі курсын сапалы ұйымдастыруға Абай институты қолдау көрсетіп отыр. Абай институты бізге сабақты жүргізу бойынша 3 күндік тренингтер өткізді. Осы тренингтің барысында Қазақстанның мықты мамандары бізге шетелдік оқушылармен қазақ тілін үйренудегі амал тәсілдерді үйретті. Балалар ересектер деп 2 топқа бөлінген тіл курсында қазір 20-дан астам адам оқып жүр. Қазақтың тілін үйреніп, тарихы мен мәдениетіне қаныққан еуропалықтар енді ұлттық аспаптарда еркін ойнасақ дейді. Сол үшін елшілік жанындағы мәдени орталықтың еріктілері домбыра үйірмесін қолға алды. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.